Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қыс айына икра салатын жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Салатымызды жабу үшін осындай қызыл түсті перістеріміз қажет болады. Сонымен қатар сәбіз керек. Сәбізді, перісті барлығын осылай жіңішкетіп, турап дайындап аламыз. Және де чеснок қажет болады. Осындай бір кесенің көлемінде чесногымызды ашып тазалап қоямыз. Сонымен қатар пиязымызды дәл солай кесіп дайындап қоямыз. Одан кейін барлығын мясорубкамызда тартып аламыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті қолдап маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай сәбізімізді, перісіміздің барлығын мясорубкадан өткізіп дайындап қоямыз. Одан кейін бізге помидор қажет болды. Помидорымызды осылай арнайы сок шығаратын мясорубкамызбен тартып аламыз. Осылай бір кастрюль болатындай етіп согын шығарамыз. Одан кейін пиязымызды да мясорубкадан өткізіп аламыз. Тартылған пиязымызды да жаңағы сәбізбен періс тартылған ыдысымызға сала береміз. Ал чесногымызды осылай ыдысымызға тартып дайындап қоямыз. Бұны ең соңында бірақ салатын боламыз. Міне бізде пияз, сәбіз, перісіміз барлығы бір ыдыста салынып тұр. Енді бұны қазанымызға сұйық майын құйып, жақсылап қыздырып алып, одан кейін үстіне салып қуырамыз. Осылай даладағы пешіңізде, или болмаса үйіңіздегі газыңызға да қуыра беруге болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырып, бір қуырып аламыз. Бір 5-10 минут қуырып алғаннан кейін үстінен тартып алған помидор согымызды құямыз. Бұны да жақсылап араластырып, қайнағанша пісіріп аламыз. Одан кейін 200 грамм құм шекерімізді саламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Менде видеода тұз салған, қант салған жерім түспей қалыпты. Сол үшін де сіздерге ескертіп айтып кетейін. Және де петрушкамызбен укропымызды турап дайындап қоямыз. Міне икра салатымызды қайнап жатыр екен. Енді үстінен чесногымызды саламыз. Оны да жақсылап бір араластырамыз. Одан кейін лавр жапырақтарымызды қосамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін тағы да бір бұқтырып аламыз 10 минуттың көлемінде. Одан кейін петрушкамызбен укропымызды саламыз. Сонымен қатар 70% уксусымызды қосамыз. Үлкен ас қасықпен 1,5 қасық уксусымызды қосып араластырамыз. Тағы да 10 минуттың көлемінде бұқтырып аламыз. Одан кейін біздің икра салатымыз дайын болады. Оны ары қарай банкаларымызға құйып жабатын боламыз. Банкаларымызды жуып тазалап дайындап аламыз. Одан кейін мантаваркамызда крышкасымен банкамызды жақсылап булап аламыз. Дайын болған салатымызды банкаларымызға құйып, қақпағын жақсылап жауып, жылы маталарымызда, плетімізде орап 2 күнге қойып қоямыз. Одан кейін банка сақтайтын жерлерге апарып қоя беріңіздер. Міне біздің икра салатымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет. Қыстың күні рахаттанып отырып жейсіздер. Кез келген тамақ түрімен және де нанмен жесеңіздер өте күшті болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.